Сәлем, қалайсыңдар? Я білем, өте ұзақ демалып қалдым. Өткен аптада ғана видео салған сияқтым, бірақ 3 ай өтіп кетті. Енді қайталанбайды. Бірақ кім біледі? Жыл басталғалы өте жаман жаңалықтарға толы болды. Австралия өртенді, 3-ші дүниежүзілік соғыс бастала жылдады. Ал ақыр соңында ең королі коронавирус келді. Қазір шүкірген жүрген адамды көрсек, қорқатын болдық. Амандасудан да қалдық. Тез ат, шырғын қадай! Тез ат! Ат деймін! Келесі бір тағы да жағымсыз жаңалық, ол теңге құны құлдырап, доллар қымбаттап кетті. 450 теңге 1 доллар тұрады. Чому? Ya апай, вирус жұқса жұқсына. Университетке барып оқиықшы. Дым түсінбедім lan мен. Ескертіп қояйын саған. Менің қылышым сенің қара қожалақ басыңды қағып түсіреді. Оң құлағыңмен естіп қой. Енді не істейміз? Не істеушек? Үйде жатамыз карантинде. Шықпаңыздар көшеге, өздеріңізді, гигиенаңызды ұстаныңыздар. Карантинде тек қана тамақ жеп, айнаға сыймай қалып жүрмеңіздер. Лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, және комментарий жазыңыздар.